себебім біздің Қазақстан темір жолы компаниясының басшылығының, біз магистралдық желі бөлімшесі дирекциясының басшылығы Сәкен Марат Рахметовтың хат жолдаған әріптестерге, біздің ұжымға соны табыстап, әдейі Орал өңіріне келіп отырмын. Қазіргі таңда бізде Ақтөбе бөлімшесі бойынша 11 вокзал күрделі жөндеу жұмыс істеп, соның ішінде Орал өңірінде 4 вокзал, Орал, Шыңғырлау, Қазақстан, Семигалай вокзалдар күрделі жөндеу жұмыстар жүріп жатыр. Жылдың аяғында аяқталу керек. Весь коллектив вокзального хозяйства города Уральска был поощрен письмами от руководства компании.